Қарағандыда нәрестелер саудасы туралы резонансты сот процесі аяқталуға жақын. Айыпталушылар орындығында балалардың биологиялық анасы Медбике мен екі ерлі зайыпты отыр. Бүгін прокурор сәбилердің биологиялық анасы мен кінәсін мойындаған ерлі зайыптыға шартты түрде 8 жыл сұрады. Ал кінәсін мойындамаған Медбике мен екінші ерлі зайыпты үшін 9 жыл бас бостандығынан айыру жазасы сұралды. Тергеу мәліметі бойынша ауыл тұрғыны 2 баланы дүниеге әкеліп, оларды перзентхана қызметкерінің көмегімен әрқайсысын 3 миллион теңгеден сатқан балалардың әкесі ретінде болашақ асырап алушының есімін жазып отырған. Әйел мұндай қадамға қаржылық жағдайына байланысты барғанын айтып ақталып отыр. Балалар үйіне тапсырмағаны да сондықтан екен. Өз кезегінде асырап алушы ата-аналар эко арқылы бірнеше рет бала көтеруге тырысқан, балалар үйіне де жүгінген, бірақ нәтиже болмаған екен. Енді олар сот үкімін күтіп отыр. Ол кісі заңды некеге тұрмай жатып, бала туғанын ауылда бәрі біліп қояды деп қауіптеніп, сәбиді бөтен отбасыға беруді, яғни кәмелетке толмаған баланы сыйлау түрінде жасалған келісім жасасады. Алдын ала сөз байласқан топ кәмелетке толмаған баланы сыйлық ретінде қабылдауы қылмыстық құқық бұзушылық болып есептеледі. Не просто передала ребенка, а у нее были требования. Ол баланы жай ғана бере салған жоқ, керісінше белгілі бір шарттар қойды. Балалар үйіне түспесін, жақсы жағдайда өмір сүрсін, жақсы тәрбие алсын деді. Бұл жағдайды мен әлеуметтік мақсатпен жасалған әрекет деп бағалар едім. Біздің дәстүр бойынша қазақ баланы жетім қалдырмаған. Елімізде балалар үйі тек кеңес үкіметі кезінде ғана пайда болды.